Абай облысының Аякөз ауданында таулы жерде орналасқан Құла би және Ақтас учаскелеріндегі бір-бірінен алшақ орналасқан екі аумақта жалпы көлемі 145 гектар құрғақ шөптің жануы сөндірілді. Қарағанды облысының табиғи және дала өрттерін сөндіру жұмыстары жалғасуда. Шет ауылдық округінің Өңірек ауылы маңындағы өртті сөндіру үшін су төгетін құрылғымен жабдықталған ұшақ жұмылдырылды. Павлодар облысы Баянауыл ауданындағы Жасыбай көлінде құтқарушылар 7 демалушыға көмек көрсетті. Олар желдің күшеюімен су айдындағы толқынға байланысты катамарандармен өздерінен жағаға жете алмаған. Түркістан облысының Шардар ауданында полиция қызметкерлері Таза Қазақстан экологиялық акциясы аясында тазалық пен абаттандыру талаптарын сақталуын бақылауға бағытталған рейдтік профилактикалық іс-шараларды тұрақты түрде жүргізіп келеді деп хабарлайды полиция кезет. Өртті сөндіруге Абай облысы төтенше жағдайлар департаменті Ақши ауылының ауыл құтқарушылары өрт сөндіру бекетінің, орман шаруашылығының және жергілікті атқарушы органдармен шамамен 45 қызметкерімен 14 бірлік техникасы тартылды. Өртті сөндіру жұмыстары жер бедерінің таулы болуы және жекелеген учаскелердің жетуі қиын болуына байланысты күрделене түсті. Бұл техниканың өртті ошақтарына жедел жетуін қиындатты. Зардап шеккендер жоқ, елді мекендерге қауіп жоқ. Қазіргі уақытта өрт толық сөндірілді. Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігі Қазавиақұтқару тікұшағы жұмылдырылды. Авиациямен жалпы көлемі 12 тонна су болатын 4 рет су тастау жұмысы жүргізілді. Қазіргі уақытта ашық аумақтағы және шет орман шаруашылығы аумағындағы өртті ошақтауға оқшауланған. Өртті сөндіру таулы қараты жердің күрделі рельефіне байланысты қиындады. Бұл техниканың жекелеген ошақтарға жетуін қиындатты. Оқиға орнында төтенше жағдайлар министрлігі, жергілікті атқарушы органдардың, орман шаруашылығының бөлімшелері, сондай-ақ Сейфуллин және Красная Поляна ауылдарының әкімдік өкілдерімен жұмыс жүргізілді. Барлығы жұмыстарға 120-ға жуық адам және 30-дан астам техника жұмылдырылған. Құтқарушылар оқиға орнына жедел жетіп, 7 демалушының барлығын жағаға жеткізді. Олардың арасында 2014 және 2020 жылы туған 2 бала болды. Демалушыларға медициналық көмек қажет болған жоқ. Төтенше жағдайлар министрлігі ескертеді. Жел күшейіп, су айдынында толқын пайда болғанда және ауа райы қолайсыз болған жағдайда суға шығудан бас тарту қажет. Суға шығар алдында ауа райы жағдайы мен су айдындағы ахуалын бағалап, құтқару кеудешесін пайдалану және қауіпсіздік талаптарын қатаң сақтау қажет. Құрғақ шөп жанған. Оқиға орнына ауыл құтқарушылар бағдарламасының еріктілері жедел жеткен. Олардың үйлесімді әрі жедел іс-қимылдарының арқасында өртті толық сөндіріп, жалынның одан әрі таралуына жол бермеді. Зардап шеккендер жоқ. Жыл басынан бері жүргізілген рейдтік жұмыстар барысында полиция қызметкерлері 540 құқық бұзушылық анықтады. Оның ішінде жалпыға ортақ пайдаланылатын орындарда ластаудың 301 дерегі, абаттандыру қағидаларын бұзудың 132 фактісі және белгіленбеген орындарда сауда жасаудың 107 дерегі тіркелген. Барлық анықталған құқық бұзушылық бойынша қолданыстағы заңнамаға сәйкес тиісті шаралар қабылданды. Сонымен қатар тәртіп сақшылары аудан тұрғындарымен тұрақты түрде түсіндіру жұмыстарын жүргізіп, тазалық пен абаттандыру талаптарын сақтау, қоғамдық орындарда ластамау және қоршаған ортаға ұқыпты қараудың маңыздылығын түсіндіруде.